Ол тура жолмен мінсіз жүретіндерді беретін игіліктерінен құр қалдырмайды. Забур жыры 83 тарау 12 аят. Құдай бізді өзімізге ұнайтын бір нәрседен айыруы мүмкін. Бірақ ол бізді өзі беретін игіліктен еш қашанда құр қалдырмайды. Ол бізге ненің игілікті екенін жақсы біледі. Бізге көп нәрселер жақсы болып көрінеді, және олар бізге қажетті. Әрине, егер біз Тәңіріміз Иса Мәсіх арқылы дұға ететін болсақ, бұл нәрселердің бәріне де ие боламыз. Бірақ тазалану ерекше игілік, және иеміз бұның біздің өмірімізге жүзеге асырғысы келеді. Ол біздің жамандыққа бейімділігімізді, ашушаң мінез құлқымыз бен жағымсыз әдеттерімізді жеңуге күш бергісі келеді. Сол себепті бұл туралы еркін сұрай аламыз. Біз құтқарылғандығымызға және Құдаймен тығыз қарым-қатынаста екендігімізге толықтай сенімдіміз. Құдай бізді рақымдылық тағына жақындату үшін әрқандай шындыққа үйретіп, үміттендіруші батылдық сыйлағысы келеді. Егер бізде мұндай қасиеттер әлі де жоқ болса, онда сеніммен қабылдауды әлі үйренбегенбіз. Әрі Құдайға бір нәрсе беруге даярлықтың болмағаны. Қасиетті байсалдылық пен ұлы шыдамдылық және шынайы сүйіспеншілік, осылардың бәрін ол шын ықыласпен қалаған адамға сыйлағысы келеді. Біздің таза жүруге тиісті екендігімізге назар аударыңыз. Бізге қисық жолдармен жүруге, екі жүзділік жасап, жалған сөйлеуге болмайды. Егер біз адал болмасақ, Құдай бізге сый бере алмайды. Себебі бұлай болмаған жағдайда ол сыйын күнәға берген болар еді. Тазалық бұл аспандағы байлыққа апаратын жол. Ал байлықта бізге қажетті игіліктердің бәрі де бар. Міне, біздің дұғамыз қандай уәдеге сілтеме жасап, сүйене алады. Келіңіз, Құдайдың алдында тізе бүгейік.